Бәріне сәлем. Осындай праздничный әрі дәмді банан қосылған кекс дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен сары май мен шекерді қосып араластырамыз. Енді 4 бананды аршып аламыз да, оны дөңгелектеп турап, блендерден өткіземіз. Осындай пюре болып шығады, оны жаңағы жасаған массамызға қосамыз да араластырамыз. Енді 300 грамм ұнға 1 шай қасық сода, 3-тен 1 шай қасық тұзды араластырып аламыз да, оның жартысын ғана ситыдан өткізіп, массамызбен араластырамыз. «130 грамм қаймақ қосып араластырып аламыз. Үстіне қалған ұнымызды себеміз. Осындай қамыр шығады. Енді формамызға май жағып аламыз да, ішіне қамырды саламыз. Менде диаметрі 23 сантиметрлік форма. Осы жасағанымызды енді 180 градусқа дейін қызып тұрған духовкаға 1 сағатқа жібереміз. Дайын болғанын ағаш палочкамен тексереміз. Енді кремін дайындаймыз. 200 мг 33% сливкиді қою болғанша миксермен араластырамыз. Үстіне 1 банка сгущенканы құйып араластырамыз. Креміміз дайын. Енді кекстің ішіне кремді салу үшін оның ортасын 4-ке бөліп, қасықпен шығарып аламыз. Ішіне кремді құйып, қайтадан бетін жабамыз. Холодильникке 3-4 сағатқа жібереміз. Банан қосылған кексіміз дайын болды. Бетін қалған кремімізбен әсемдейміз. Осындай жұмсақ, әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса, маған лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған White Baby. Қош, сау болыңыздар.